Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз квадрат теңдеулерді шешу. Сабағымыздың мақсаты квадрат теңдеулерді шешу. Енді оқушылар, біз өткен сабақта квадрат теңдеулердің түрлерімен таныс болдық. Толық квадрат теңдеулер ax квадрат плюс bx плюс c тең 0 түрінде берілген теңдеу. Бұл жерде a, b және c тұрақты сандар. Екінші теңдеу келтірілген теңдеу. А коэффициенті 1-ге тең болғандықтан келтірілген теңдеу дейміз. Б және С коэффициенттерінің орнына П және Q әріптері қолданылған. Енді толымсыз квадрат теңдеу дегеніміз не? Толымсыз квадрат теңдеу дегеніміз бір коэффициент 0-ге тең. Мысалға, біріншісінде ax квадрат плюс bx тең 0 теңдеуінде С 0-ге тең. Екіншісінде b 0-ге тең, үшінші теңдеуде c және b 0-ге тең. Осы толық квадрат теңдеуді қалай шешеміз? Толық квадрат теңдеуді біз дискриминант арқылы шешеміз. Дискриминант тең b квадрат минус 4ac, яғни екінші коэффициенттің квадраты минус 4 еселенген бірінші және бос мүшенің көбейтіндісіне тең. Енді дискриминант деген сөз нені білдіреді? Дискриминант деген сөз анықтау және ажырату деген мағынаны білдіреді. Бұл ұғымды ағылшын ғалымы Джеймс Джозеф Сильвестр ұсынған. Квадрат теңдеуді шешудің 3 жағдайы қарастырылған. Біріншісі, егер дискриминант 0-ден үлкен болған жағдайда, бұл теңдеудің екі түбірі бар. Яғни біріншісі минус b минус түбірасты дискриминант бөлінген 2a-ға тең, екінші түбірі минус b плюс түбірасты дискриминант бөлінген 2a-ға тең. Екінші жағдай, егер дискриминант 0-ге тең болған жағдайда, теңдеудің түбірі бір ғана шешім болады. Яғни x тең минус b бөлінген 2a. Дискриминантты қосып азайтпаймыз, себебі ол 0-ге тең. Үшінші жағдайда, дискриминант 0-ден кіші болған жағдайда, бұл теңдеудің түбірі болмайды. Енді балдар, бірнеше мысалға тоқтала кетейік. Бірінші мысал 2x квадрат плюс x минус 3 тең 0 теңдеуі. Мұнда a 2-ге тең, b 1-ге тең, c минус 3-ге тең. Енді дискриминантты табамыз. Дискриминант b квадрат минус 4ac. Яғни 1-дің квадраты минус 4 көбейтілген 2 көбейтілген минус 3 тең, 1-дің квадраты 1-ге тең, минус 4 пен минус 3-дің көбейтіндісі плюс болады да, плюс 24. Яғни 1-ге 24 қосқанда 25-ге тең. 25 0-ден үлкен. Яғни бұл теңдеудің екі шешімі бар. x 1-2 тең бөлшек минус b плюс минус түбірасты дискриминант бөлінген 2a. Минус 1 плюс минус дискриминант бізде 25-ге тең, бөлінген 2 көбейтілген a-ның мәні 2-ге тең. Минус 1 плюс минус түбірасты 25-тен бізде 5 шығады. 2-ні 2-ге бөлсек 4 болады. Енді x1-ді табамыз. Минус 1 плюс 5 бөлінген 4 тең. 5-тен 1 алғанда 4 болады. 4-ті 4-ке бөлген кезде 1 болады. x2 тең минус 1 минус 5 бөлінген 4 тең. Минус 6 бөлінген 4. Яғни минус 1,5-ге тең. Енді екінші мысалды қарастырайық. 9x квадрат минус 12x плюс 4 тең 0. Бұнда a 9-ға тең, b минус 12-ге тең, c 4-ге тең. Дискриминантты табамыз. b квадрат минус 4ac, яғни минус 12-ның квадраты минус 4 көбейтілген 9 көбейтілген 4. Тең болады. Минус 12-ның квадраты 144-ге тең, минус 4 9 36, 36 4 144. Тең болады 0. Яғни дискриминант бізде 0-ге тең. Яғни бұл теңдеудің бір ғана шешімі бар. x тең минус b бөлінген 2a. Минус b дегеніміз минус 12 минус
минус минус плюс болады. 12 бөлінген 2 көбейтілген 9, 18, яғни 12 бөлінген 18. 12 мен 18 6-ға қысқарады. 3-тен 2 шығады. Енді үшінші мысалды қарастырайық. 3х квадрат минус 2х плюс 7 тең 0. Мұнда а 3-ге тең, б минус 2-ге тең, с 7-ге тең. Дискриминант b квадрат минус 4ac, яғни минус 2-ның квадраты минус 4 көбейтілген 3 көбейтілген 7. Минус 2-ның квадраты 4-ге тең. 4 шым 12, 12 жетім 84-ге тең. 4 минус 84 минус 80 шығады. Бұл 0-ден кіші, яғни бұл теңдеудің түбірі болмайды. Бүгінгі тақырып түсінікті болса, балалар, мына тапсырмаларды орындаймыз. Дұрыс, балалар. Бірінші теңдеуде 2 түбір болады, екінші теңдеуде де 2 түбір болады. Келесі тапсырма, балдар. Квадрат теңдеулерінің коэффициенттерін атаңдар және дискриминантын табыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Бірінші теңдеуде а 3-ге тең, б минус 12-ге тең, с минус 9-ға тең. Дискриминант 252-ге тең. Екіншісінде а минус 1-ге тең, б минус 12-ге тең, с 21-ге тең. Дискриминант 228-ге тең. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды, балалар. Назарларыңызға рахмет.